Баршаңызға сәлем. Менімен бірге дәл осы дәмді тағамды жасауға қалай қарайсыздар? Дайын болсаңыздар, ендеше кеттік, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осы саңырауқұлақтарды тазалап сумен жуып аламыз. Сонша қалып кеткен қап-қара дақтарын барлығын сумен тазалап жуып аламыз. Сосын қайнап тұрған суға жақсылап пісіріп аламыз. Жақсылап пісіп болған саңырауқұлақтарымызды судан сырғытып алып, бөлек қойып, қазанымызға майды құйып, оған кішкене ғана етті қосып, етпен жегіміз келді. Бұл саңырауқұлақты сол үшін ет қостым. Оның үстінен пиязды салып, шыңғыртып тұрып қуырып аламыз. Үстінен қалауыңызша түрлі дәмдеуіштеріңіз қоссаңыздар болады. Мен кішкене приправамен тұз қостым. Оны жақсылап тұрып шыңғыртып қуырып алғаннан кейін осылай саңырауқұлақтарымды салып, жақсылап екеуін қуырып алдым. Бұл қуырылып болғанша бұл жақта картошкамды ашып дайындап турап қойдым. Енді үстінен кішкене суды құйып, кішкене қуырып алдым. Бұл өте мезгілді тамақ. Өте дәмді, өте пайдалы. Бірақ саңырауқұлақты алар кезде оған мұқият болып алыңыздар. Ол ядовитый, улы болып қалмасын. Сол жағына көбірек мән беріңіздер. Осындай дәмді тағам болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына өте сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.